Қазір Абай облысы әкімдігінің алдында тұрмыз. Сәлден соң облыстық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы басталады. Басты тақырып облыс бюджетіне өзгеріс енгізу. Как вам известно, с созданием новой области происходит ряд изменений. Одним из них это распределение областного бюджета на 2022 год, которое было согласовано с администраторами Восточно-Казахстанской области 26 августа. К сожалению, сейчас СМИ не могут зайти на территорию проведения сессии Маслихата области Абай. Какой же вопрос сейчас обсуждается за закрытыми дверями? Сессия алдындағы дайындық па деген сұрақ көкейімізде тұр. Халық қалауларының халықтан жасыратын несі бар? Ал бұқаралық ақпарат құралдары халықтың көзі мен құлағы емес пе? Сонымен, көп күттірген Абай облыстық мәслихатының кезектен тыс 6-шы сессиясы да басталды. Сессия отырысына облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдын Кәнімов, облыстық мәслихат хатшысы Қуаныш Сүлейменов және депутаттар қатысты. Күн тәртібіндегі басты мәселе облыс бюджетіне өзгеріс енгізу. Сегодня на заседании сессии Маслихата на первоначальном этапе утвержден бюджет на 258 миллионов тенге, что позволит открыть финансирование. Отметим, что это не вся сумма бюджета области. В областном бюджете будут утверждены средства на сумму 444 миллиона тенге для реализации задач, возложенных на исполнительные органы. Об этом сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Роза Кудайберген-Кызы. Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы планирования временного землепользования и еще ряд депутатских запросов. Депутат Әсемхан Досқожанов Қарағайлы ықшам ауданындағы атаусыз көшеге Тінібай Қаукенұлының атын беруді ұсынды. Осы жерде айта кетейік, Тінібай Қаукенұлы 19 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстан товар ақша қатынасы дамып, қанат жая бастаған кезде Семей өңірінде қазақ арасында алғаш саудамен айналысып, екінші елді көпес атағын алған ірі саудагер бай. Семей өңіріне Меккеге барып қайтқан алғашқы қажылардың бірі. Также депутаты предложили переименовать улицу Глинки в честь Кунанбая. Это был давно поднятый вопрос со стороны городской интеллигенции, ведь Кунанбай был не только отцом великого Абая, но и выдающимся деятелем своего времени. Осы талқылаулардан кейін небәрі 20 минутқа созылған сессия отырысы аяқталды. Бүгін Зайсанға жаңа әкім тағайындалды. Зайсан ауданына жұмыс сапарымен келген аймақ басшысы Даниал Ахметов актив отырысында жаңа басшыны таныстырды. Облыс әкімінің өкімімен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі туралы Қазақстан Республикасы заңының 14-ші бабына сәйкес Зайсан ауданының әкімі болып Қажанов Дулат Зайсанбекұлы тағайындалды. Сонымен, Дулат Қажанов өзінің туған жеріне басшылыққа барған 4-ші әкім. Шығыс Қазақстан халқына есімі жақсы таныс. Іскер әкімдердің қатарындағы Серік Зайнулдин ауданға 3 мәрте басшылық жасаса, бірнеше ауданды және облыс орталығы Өскеменді 2 мәрте басқарған Темірбек Қасымжанов, облыс әкімінің орынбасары, басқа да облыстық деңгейдегі лауазымды қызметтерді атқарған Серік Ақтанов сияқты азаматтар осы Зайсанға басшылық жасады. Серік Зайнулдин, Темірбек Қасымжанов, Серік Ақтанов, Дулат Қажанов. Әкімдердің ауыз түйісі қалыпты жағдай десек те, ел аузына Зайсанға барған әкімдердің келгені кеткен жасық болады деген әңгіме бар, кім білсін. Facebook әлеуметтік желісінде Зайсанда болған әкімдер жайлы әртүрлі пікірлер жүр. Мысалы, Айсұлу Масалимова деген азаматша төмендегідей жазба қалдырыпты. Серік Зинабекұлы ауданымызға талай еңбек сіңірді, жұмысы жақсы істеді. Алайда, бүлікшіл сайқал топ адымын аштырмады. Серік кәрі қасқыр бүлікшіл топтың айтқанына көнбеді, айдағанына жүрмеді. Сол себепті де Серіктің жұмыс істеуіне мүмкіндік бермеді. Бүлікшіл топ ендігі келген жаңа әкім Дулат Зайсанбекұлының жастығын пайдаланып, жастықша илеп деген істеуге тырысатын шығар. Дегендерін істемесе, бұл әкіммен де алысудан ұялмайды. Оған кәміл сенімдімін. Сондықтан жаңа әкім мықты, қара қылды қақ жарар әділ болуы керек. Бәріне уақыт емші. Дулат Зайсанбекұлы Қажанов 1984 жылдың 15 маусымда Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында дүниеге келген. 2007 жылы Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетін мемлекеттік менеджмент және жергілікті басқару мамандығы, 2011 жылы экономика мамандығы бойынша тәмамдаған. Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы әкімінің орынбасары, Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының әкімі лауазымды қызметтерін атқарған. Дулат Зайсанбекұлының жұмысына табыс тілейміз. Бүгін Абай облысының әкімі Нұрлан Нұрахаев Жапонияның Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Джун Ямадамен, сондай-ақ Күншығыс елінің бірқатар ғалымдарымен кездесті. Кездесу барысында Абай облысы аумағында қайтыс болған жапондық интерн тұтқындар жерленген аумақтарда зерттеу жұмыстарын жүргізу мәселесі қаралды. Аймақ басшысы екі ел арасындағы әлеуметтік, білім, денсаулық сақтау және Семей ядролық полигонындағы сынақтардан зардап шеккен халықты оңалту саласындағы ұзақ әрі жемісті ынтымақтастықты айрықша атап өтті. Жапония мемлекетінің делегациясы алдағы уақытта бірлесіп жұмыс атқаруға дайын екенін жеткізді.
Шәкәрім университетінде облысымызда алғаш рет жолдау 2022 әділетті Қазақстан жолындаты сапар эксперттік клубының аймақтық отырысы өтті. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен Қазақстан қоғамдық даму институты ұйытқы болған шарада президент жолдауының басымдықтары талқыланды. Жиынға мемлекеттік орган өкілдері, саясаттанушылар, қоғам қайраткерлері, Шәкәрім университетінің студенттері және қоғамдық даму институты сарапшылары қатысты. Қатысушылар бас қосу барысында өзара пікір бөлісті. Бас қосудың соңында арнайы қарар қабылданды. Барлық ұсыныстар ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне резолюция ретінде жолданбақ. Сарапшылар алаңы алдағы уақытта да жұмысын жалғастырып, қоғамдық саяси ахуалды назарда ұстайтын болады. Бүгін Ақсуат ауданы әкімінің орынбасары Әсет Аққазин Ақсуат ауылындағы Кәрім Нұрбаев атындағы орта мектептің жөндеу жұмыстарымен танысты. Әзірге құрылыс жұмыстарының 40% ғана орындалғанына байланысты қосымша жұмыс күшін тарту тапсырылды. Сонымен қатар құрылыс компаниясы басшысына білім ордасындағы жұмыстар белгіленген мерзімде аяқталмаған жағдайда заңға сәйкес шара қолданылатыны туралы ескерту хат жолданды.